Сәлем достар, сіздермен бірге елге. Бүгін мен сіздерге түлкі, тасбақа және кене ертегісін айтып беремін. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Баяғы заманда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі дос болыпты. Үшеуі жолда келе жатып, бір уыс тары тауып алады. Үшеуі ойлана келіп, мұны тұқым қылып, жерге егіп көбейтіп, бөліп алайық дейді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйіп тұрайын, болмаса құлап кетер, деп көлеңкені саялап, рахаттанып жатып алады. Тасбақа байқұс жер тырмалап, кене байқұс тарыны жиып, оны егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет егіп, піскен соң ол тарыны орып алады. Содан кейін одан көп тары алады. Біреуі барып түлкіні шақырып келеді. Түлкі келе сала, бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. Үшеуге бөлсек, әрқайсымызға азғантайдан бөледі. Одан да үшеуміз жарысып, кім осса сол алады дейді. Мақұл деп үшеуі бір жерге келіп, қатарласып тұрады. Түлкі ал кеттік деп жөне бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып, бірге кетеді. Түлкі өліп-өсіп, шаршап-шалдығып, барынша жүгіріп келіп, қырманға отыра бергенде, кене, ай сорлы, мені басып өлтіресің бе дейді. Өй, сен қашан келдің? Дейді түлкі. Сен бағана кеттік дегенде, сол кезде-ақ келіп қалғанмын дейді кене. Екеуі дауласып жатқан кезде, аузы мұрны қан-қан болып тасбақа келеді. Келе сала, ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің аттарынан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, екі тазысы бар. Екі адам келіп, бағанағы түлкі досыңды тауып бер деп, менің аузы мұрнымды қан қылды. Сонда да айтқаным жоқ, осы жаққа қарай келе жатыр дейді. Түлкі болса, айналайын достарым, мені айта көрмеңдер. Мына тарыны екеуіңнен бөліп алып, сендерге риза болайын дейді. Егер олар келіп қалса, білмеймін түлкіні деп айтыңдар, дейді де тұра жөнеледі. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.